бірінші сұрақ реклама туралы автокөліктердегі. Соны түсіндіріп өтсеңіз, яғни қазіргі таңда қызметтік куәліктерде, былай жай куәліктерде адамдардың. Кейінде ғана біз разъяснение бердік қой, сенде бар ма сенде? Бар ма сенде? Бар ма сізде? Қазір білмеймін. Реклама жөнінде. Реклама жөнінде өткенде біз білгенбіз. Бері қош. Ана отыр қош. Міне, түсейін. Қазақша осылай айтады. Сосын есе керек болса, мына несін бере қоямын сізге. Қазір түсіндіріп өтсеңіз. Мен осы жол техникалық инспекция бөлім бастығы полиция майор Силбаев Тілекберген Дүйсенбайұлы. Көлік құралдарына жарнама орналастыру бойынша өзінің белгіленген тәртіптері бар. Мысалы, жарнама туралы заңның 3-ші бабына сәйкес жарнама кез келген көлік құралдарының көмегімен кез келген стандартталатын және орналастыратын белгілі бір топтың тобына арналмаған және заңды тұлғаға, тауарларға, тауар белгілеріне, жұмыстарға көрсетілетін қызметке қызығушылықты қалыптастыруға немесе қолдануға және оларды өткізуге ықпал ететін ақпарат. Көрсетілген стандарттарға сәйкес барлық автокөлік құралдарына жилқағар әйнегін қоса алғанда, автокөлік құралының алдыңғы бөлігінде және артқы әйнегін қоса алғанда, артқы бөлігінде бүйір әйнектерінде жарнама орналастыруға тыйым салынады. Яғни мына қазіргі таңда Toyota центрдің рекламалары бәрі незаконны. Жоқ, под номерлікте тұрады. Енді ол жерде тыйым салынады жаңа айтқан жоқсыз ба, артында тұрады. Артқы жағындағы бүкіл несіне. Жилқағар әйнегі алдыңғы бөлігінде, артқы әйнегін қоса алғанда, артқы бөлігінде, мысалы артқы әйнектеріне жапсыруға қапталдарына жилқағар, солар ол көру несін шектейді, ол под номерлікте болады деген ондай жоқ өйірді. Қосымша егерде кешірерсіз да, мен сізге былай айтайын, енді кішкене бір под номерникке алып, әркім өзінің рекламасын жабыстап, яғни жүре алмайды. Жоқ, оған жүре алмайды. Нешін ол Toyota центрге болады да, басқалары рекламаны ол жерге жаза алмайды. Сіз өзіңіз жаңа арт жағында болмайды деп отырсыз. Мен под номерлікке деп айтқан жоқпын ғой сізге. Енді артқы бөлігіне кіреді ғой под номерін, дұрыс емес па? Артқы бөлігіне кірмейді. Артқы жилқағар әйнегі және артқы бөлігі аталады. Ол әйнекке қатысты. Ол лобовой стекло, задний, боковой. Енді артқы бөлігі номер оған вообще қатысты. Бамперге, значит, реклама болады. Бамперге қапталдарына реклама болады. Ол көру жағы несін шектемеу керек жүргізушілерді. Бамперге де болмайды. Сіз өзіңіз жаңа артқы бөлігінде деп оқып отырсыз. Енді келесіде артқы бөлігінде емес дейсіз. Тағы тыңдаңыз. Жилқағар әйнегін қоса алғанда дейді. Автокөлік құралының алдыңғы бөлігінде, артқы әйнегін қоса алғанда. Және артқы бөлігінде. Артқы бөлігінде. Ол жерде номерінде деп жазылып тұрған жоқ қой. Жалпы номер бойынша әкімшілік кодексінің, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің сәйкес ол артқы номерлерге қосымша нелер жапсыру, я болмаса номер жабу, шторкілер бар. Соларға ол әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Я болмаса жаңағыдай 3D нелер бар ғой, әріптер жапсырып алады, пленка жапсырып алады неше түрлі. Олар бойынша жауапкершілікке тартылады. Оны білем тартылатын. Енді сонда да ол под номерлікте реклама болмайды ғой, себебі әркім жазып тастай алмайды ғой. Например, баранда Ренессанс отель деймін да, қасына номерін жазып кетемін. Мысалға, ол уже реклама болып саналмай ма? Под номерлік болып айтып отқанда, номердің сыртындағы айтып отырсыз ба? Рамкасын айтып отырмын. Ол енді әр жерлерде бар, мысалы автокөлік салондарына сатылатын машиналардың ол номерге жазылмайды, тек қана номердің сыртындағы жазылады, ол нарушение болып есептелмейді. Неліктен? Мына Павлодар облысында дәл осындай сұраққа майор жауап берген болатын. Сол кезде ол да нарушение 12-ші статья, яғни рекламаның статьясы бойынша ол да кіреді деген. Сізде бар ма сол 12-ші статья? Жоқ, сонымен қоса жеңіл автомобильдерде жарнаманы шанақтың үстіңгі бүйір бетінде орналастыруға тыйым салынады.
кузовтың үстіңгі бүйірметінде мысалы орналастыруға тыйым салынады рекламалар. Жоқ, қай жерлері қолдану бойынша. түсінбедім. Қолдану ережелері бойынша деймін, мен сізге айтып отырғаным сізге. Қай жерлерге тыйым салынады. Жаңағы бүйір терезе, артқы терезеде көрсетіп Хорошо, тұр. оны тағы білермін. Екінші сұрағым, мен енді полиция қызметкерлеріне совместно рейдқа шығамын, өзіңіз де білетін шығарсыз. Басты мәселе фиксациямен таныстыру. Яғни видео жетондарыңыз качествосы нашар, ол бір. Екіншіден оны көрсету қиын. Яғни экраны кішкентай, біз планшетке қосады, планшеттен кейін содан кейін барып көрсетеді. Ұзақ уақыт алады да, оны неге портативті камералар жоқ деген сұрақ. Бізде департаментте портативті камералар бар. Енді әртүрлі не болады, мысалы өзінің жаңағы әртүрлі жағдай болады, техникалық несі болады мысалы. Я болмаса әртүрлі жаңағыдай заряд отырып қалуы мүмкін. Енді техникалық құрал болғаннан кейін ақаулықтар болады қай кезде де, бірақ бізде департаментте ол тиісті деңгейде барлығы бейне жетондармен бәрі жабдықталған, оны білемін, ал бізде министрдің жаңағы 973 бұйрығына сәйкес ол жерде бізде видео жетонсыз қызметкерлер неге нарядқа шығуға тыйым салынды, қатаң түрде біз соны қадағалаймыз. Таныстыру мақсатын айтады, таныстыру қиын болып тұр ғой, соны айтып отырмын сізге. Неліктен яғни руководстводан басшыларынан сұрап жаңадан камера алдыртпайсыз, бізге осындай таныстыру ыңғайсыз деп. Себебі ол енді ол бойынша бізде жаңағы қамтамасыз ету бөлімдері бар, ол УТС дейді ол, управление связьмен. Солар сіздің сұрағыңыз жазып аламыз. Жалпы басқа қызмет жаңағы патрульдік полициясы олардың ұсыныстары бар жалпы. Жалпы тек мен емес, енді шыққан полициялардың барлығы айтады, біздің качествомыз нашар, таныстыру қиын. Яғни ол өтіреттен 40% жаңағы административный штрафтың ол негізі сынып кететін материалдар, егер не істейтін болса фиксациясы нашар болады. Яғни номері көрінбейді және соған байланысты енді сіздің де жұмысың жақсы болған мақсатында айтып отырған ұсынысым. Орынды сұрақ. Ол бойынша ұсынысын жазып аламыз, жеткіземіз, осы акцияның кезінде осындай қойылған. Жақсы, онда басқа сұрағым жоқ. Жақсы, сау болыңыз.